әрі қарай көптеген уақыт шеңберлері болады. Мұнда көріп отырғанымыздай, егер сіз сауда аралығын пайдаланамыз. Сондықтан қызыл түс біз орналасқан аймақ. Мұны әрқашан есте сақтаңыз. Міне, мысал, егер сіз күндізгі уақытта сауда жасағыңыз келсе, мен әдетте күнделікті диаграмманы Х4 және Х1 аймақтары ретінде қарастырамын. Мен әрқашан осы 3 уақыт аралығына назар аударатынымды есте ұстаған жөн. Ал мен М30-ды қолданбаймын. Өйткені, егер біз H1-ге баратын болсақ, бұл бір шам, егер М30 2 шам болса, М15 4 шам болса. Сондықтан, мен неге субъектіден аулақ болуға тырысамын? Алдымен оны керемет етіп жасаңыз. Сонда оған қараудың қажеті жоқ. Бұл мүмкін емес, кез келген уақытта, бұл қажет емес. Сіз дұрыс көрінесіз. Сондықтан 3 уақыт аралығын есте сақтаңыз. Қай аймақты деп анықтасаңыз да, ағымдағы нарықтық баға бойынша Х1 және 15-ке ауысыңыз. Мен сізге сап қалай жұмыс істейтінін кейінірек көрсетемін. Скальпингті реттеу үшін мен оны әдетте Х1.215 және 5 құрылғыларында қолданамын. Бұл төменгі таймфреймге де қатысты. Біз М15 миллионнан 25 және М1-ге қарай аламыз. Қандай уақыт шеңберін таңдағың келеді? Бұл сізге және сол күні жағдайдың қалай болатынына байланысты. Есіңізде болсын, егер сіз осы күні өте бос емес адам ретінде жұмыс істесеңіз, онда сіз күндізгі аймақ ретінде күндізгі аймаққа ауысасыз. Сатып алу немесе сату тек сізге байланысты. Ал сен Х4 немесе H1-ге секіресің. Сондықтан әр 4 сағат сайын шамның жанып тұрғанын тексеру керек. Бұл қандай сіңіру? Ал Х1.10-нан бұл қандай сіңіру? Сондықтан бұл әлдеқайда оңай. Және сіз бос емес болсаңыз да, жоғары уақыт шеңберіне назар аударуды ұмытпаңыз. Мұны әрқашан есте сақтаңыз. Бәрі жақсы, бұл бірнеше уақыт шеңбермен жұмыс істеу үшін қажет. Дәл солай, мен сізді күт деп аталатын келесі бейнеде көремін. Иә, режиссурасы мен сюжеттік желісі бар. Бәрі жақсы, рахмет. Келесі бейнеде кездескен.